Сәлем достар, сіздермен өзімнің авторлық салатын рецептімен бөлісетін боламын. Брокколи салатының каналыма тіркеліңіздер, комментарий жазып отырыңыздар, лайк қойып отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Тауықтың төсетін сүтпен жуып алатын боламын. Иісін кетіру үшін тауықтың сүтпен жуылғаннан кейін суды ағызып отырып, суық сумен сүттің бәрін шайып жуып алу керек. Төсеттерімізді пеште пісіретін боламыз. Ортасы жақсы пісу үшін төсеттерді бөліп алу керек. Ортасына осылай бір рет бөлеміз де, сосын тағы да жұқартып кесіп аламыз. Сол кезде ортасы пісетін болады. Тура видеодағындай барлық төсеттерді бөліп алыңыздар. Еттерімізді енді мариновать ететін боламыз. Мариновать еткенде жақсылап араластыру керек. Барлық жеріне тию керек мариновка. Мариновать етілген төс еттерімізді холодильникке 24 сағатқа қоюға болады. Егер уақыттарыңыз аз болып жатса, холодильникке салмай 1 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Негізінде көп тұрған дұрыс. Сол кезде бір-біріне сіңіп, тауықтың еті өте дәмді, сочный болады. Орыс тіліне айтқан кезде еттерімді бір түнге холодильникке қойып қойдым, мариновать етіліп тұру үшін. Енді пештің ыдысына салып, астына пергамент төсеп, ол қалауларыңызбен төсесеңіздер де болады, төсемесеңіздер де болады. Пергаментті қызып тұрған пеште 250 градус, 280 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Тауықтың суы шығатын болады, ол ешнәрсе қылмайды. Су тазалығын күтетін болсаңыздар, тауықтарыңыз құп-құрғақ болып қалатын болады. Көкөністерімді жуып алдым. Осындай орташа қылып турайтын боламыз, ромбик қылып. Егерде майда қылып турасаңыздар, әдемі көрінбей қалатын болады. Егерде үлкен қылып турасаңыздар, жегенге ыңғайсыз болады. Сондықтан осындай ромбик қылып, тура видеодағындай кесіп аламыз орташа қылып. Брокколиді пісіретін боламыз. Ол үшін бірінші түбін кесіп алып тастаймыз. Содан тура видеодағындай кесіп аламыз. Егерде үлкен көлемде кесіліп жатса, онда ортасынан бір бөлеміз. Егер қатты үлкен болып жатса, ортасынан 2 бөлеміз. Жегенге ыңғайлы қылып кесіп бөліп аламыз. Брокколидің үстіне су құйып, тұз салып, жақсылап араластырып, газға қойып, қайнатып пісіретін боламыз. Қыздар, газдың асты осылай қатты жанып тұру керек, су осылай қатты қайнау керек. Осылай 2-3 минут қана қайнатамыз да газды өшіріп, суын төгіп тастаймыз. Еттерімді жарты сағат пісіріп алдым. Осылай суы шығады, ол ешнәрсе қылмайды. Ең бастысы төсеттеріміздің ортасы пісті. Енді осы төсеттерді ортасынан бөліп кесіп аламыз. Тура көкөністерді турағандай ромбик қылып кесетін боламыз. Бірағында кішкене сәл-сәл үлкенірек қылып турау керек, әдемі көрініп тұру үшін. Тура видеодағындай тураймыз. Қызып тұрған майға көкөністерді қуырып аламыз. Екі жағын қызартып, газдың асты қатты жанып тұру керек. Сол кезде көкөністер өзіне сұйық сіңіріп алмайтын болады. Кабачки мен баклажанды ғана аударып тұрамыз. Екі жағын қызарып қуырылу үшін перисті аударудың қажеті жоқ. Жұқа болғандықтан өзі қуырылып пісе беретін болады.
Қыздар бұл салаттың ең ерекшелігі ол аджикада. Аджика бәріміз білеміз, ашты болады. Ашты болғандықтан адамның аппетитін ашып өте дәмді болады. Аджика жасаймыз. Қызып тұрған сұйық майға қызыл бұрышты салып, араластырып, үстіне чеснок салып, 1-2 минуттай араластырып қуырып аламыз да газын астын өшіреміз. Қуырылған көкөністердің үстіне брокколиді саламыз. Қыздар, қарап тұрсыздар, салаттың өте ыстық, буы шығып тұр. Осы ыстық салаттың үстіне ыстық аджиканы салып, жақсылап араластырамыз. Аджиканың өте ыстық болғаны маңызды, өйткені ыстықтай салсаңыздар, салаттарыңыздың түрі де әдемі болады, дәмі де өте ерекше дәмді болады. Супқа қандай салсаңыздар, түсі де өзгермейтін болады, дәмі де жақсы дәмді болмайтын болады. Жақсылап араластырып аламыз. Қарап отырсаңыздар, түсі бірден өзгеріп жатыр, қызарып. Аджиканың сұйық майы көп болмауы керек. Егер де аджикаға сұйық май көбірек қоссаңыздар, салаттарыңыз өте майлы болып кетеді. Өйткені көкөністердің бәрін біз сұйық майға қуырып алғанбыз. Көкөністерді тарелкаға салып алдым. Туралған төсеттерді көкөністердің үстіне қойып шығамыз. Тура ресторандағыдай әдемі болады, дәмі де өте ерекше болады. Тағы да айтқан кетейін, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Егер рецепттерім ұнап жатса, видеом ұнап жатса, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте қызықты историялар түсіріп отырамын, кеңестермен бөлісіп отыратын боламын. Міндетті түрде менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер.